Саламатсыздар ма? Менің есімім Сандуғаш. Бүгінгі эфирге шығып себебім, мен өзім айналысатын Global Trend компаниясының бальзамдары жайлы айтпақшымын. Бұл бальзамдар екі түрлі бальзам. Бұл бальзамның комплексімен жүреді. Perfect Luxe деп атады, жаңағы иммунитетті ағзалар тазартса, екіншісі иммунитетті көтеретін Vitality Luxe деп аталады, екеуі бірге жүреді. Бұл бальзамның құрамында 189 түрлі шөптің сығындысы бар. Сонымен қатар оның 37-сі біздің Алматы облысында Талдықорған қаласындағы Текелі қаласынан алынып келеді. Сонымен қатар бұлар нанотехнологиямен жасалатын болғандықтан өте көптеген 250-ден астам макро-микро элементтер бар. Оның жаңағы ішінде 88 ксантон, Q10 элементі бар. Q10 элементі деген тоқтала кететін болсам, мысалға Шығыс Азия мемлекеттерінде, Жапония, Корея мемлекеттерінде адамның бетін жасататын көптеген олар әртүрлі нанотехнологиямен жасалатын жақсы элементтерді пайдаланып, адамның олардың бет терісін омоложение пайдаланатын жақсы осы негізгі элемент ол Q10 элемент екен. Осы Q10 элемент арқылы олар адамның қартаюын алдын алады екен. Сол Q10 элементі осы бальзамда бар. Сонымен қатар 4 түрлі женщиннен түрі, яғни алтын тамыр деп айтады. 40 түрлі ламинария бар, теңіз балдырлары бар. Сонымен қатар бал арасының аналық сүті бар. Сонан кейін аналық сүті бар. Сосын мангустин, жаңағы оңтүстік Америкаларда өсетін өте жақсы тропикалық жеміс. Гранат бар. Содан кейін оның ішінде жаңағы айттым ғой, 250-ден астам микро-макро элементтер бар деп. Соның барлығы осы бальзамның құрамында бар. Және осы бүкіл аурулардың ішінде көптеген онкологиялық аурулар, рак аурулар дейді, жаңағы обыр аурулар, яғни сол бар. Қант диабетінен өте мықты результаттар алып жатыр мысалға бізде кісілер қазір. Сонымен қатар жаңағы тері аурулары, аллергиялық әртүрлі аурулар. Сонымен қатар жаңағы тері ауруларының ішінде экзема, псориаз, витилиго деген сондай ауруларға өте жақсы көмек беретін бальзам. Бұның 700 түрлі ауруға осы екі бальзам арқылы қолданып, сіз өз ауруыңыздың алдын алуыңызға болады. Сонымен қатар жаңағы артериалды қысымы өте жоғары кісілерге, жаңағы зоб деп айтады, демаламай қалатын, астма деп атады, сол аурулардың бізде толықтай жазылып кеткен кісілер бар. Даже рак деген аурудың, яғни онкологиялық аурудың 2-ші степенде жазылғандар бар. Сонымен қатар мен өзім мысалға варикоз веналардың кеңеюіне алып келетін ауру. Бұл менде аяғымда осы бірінші баламды босанғаннан кейін осы ауру пайда болған еді. Осыны мен тек қана дәрігерлермен кеңесіп, олар тек қана пластикалық операция жасау арқылы бұл ауруды алып тастаймыз деген еді. Жаңа уақытша кетіреміз деген. Бірақ мен осы бальзамды кезіктіріп, осы жақсы қазіргі міне таңда 2 айдан асты, қазір бір 40-50%-ға азайғанын байқадым. Сол себепті бұл бальзамға өте жақсы көремін. Бұл бальзамның ішінде жаңағы тек қана онкологиялық аурулар, жаңа негізгі сложный аурулардан бөлек, жаңа ДЦП дейді балаларда, черепное давление, сонымен қатар адамдарды толып кетуін, бұның бәрінің өзінің нормасын сақтап отырады. Және сонымен қатар жаңа бүйректегі тасты, бауырдағы әртүрлі көптеген тромбтардың тұрып қалуын, қан айналымының жақсартуының өте мықты көмектесетін бальзам. Бұл бальзам арқылы біздің Қазақстанға шығатқан әлі бір жылда болған жоқ. 17 майда 2018 жылы жарыққа келген еді. Бұның негізін қалаған Нұрлан Нұрымов профессорымызбен Павлов деген ресейлік профессордың бастауымен жасап отқан дүние. Бұны және осымен қатар бұл ешқандай да батта емес, бұл үлкен концентрат. Адамда қан арқылы, клеткалық жүйемен қанымызға сіңу арқылы тез нәтижесін беретін өте керемет қажайып бальзам деп айтсам да болады. Бұл бальзамды алып ішіп көріңіздер. Және бұл көптеген ауруларға, жаңа айтып отырмын,
көптеген ауруларға жақсы шипасы бар. Сонымен қатар бұл жаңағы бүйректегі 12 ішектегі ішекті аурулардың асқазан жарасы, бана айтылмаған көптеген аурулардың алдын алады. Бұл және сонымен қатар қандай жастағы адамдар болмасын, 2 айлық баладан бастап еңкейген қарт кісілерге шейін ішуге рұқсат етілген. Даже босанған әйелге де, жүкті әйелдерге де ішуге рұқсат етілген. Себебі бұл өте табиғи өнім болғандықтан бұның сапасы да жақсы. Және осы бір отандық өнімді қолданыңыздар, ішіп көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар. Сау саламат болыңыздар.